Қазақ тілі пәні тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Дауыссыз дыбыстардың түрлері жайлы бейнежазбаны қара. Дауыссыз дыбыстардың қатаң, ұяң, үнді болып бөлінуі. Айтылу кезінде ауаның еркін шықпай, кедергіге ұшырап шығуынан жасалған дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейміз. Қазақ тілінде дауыссыз дыбыстар жүйесін мына дыбыстар құрайды. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. Дауыссыз дыбыстар. Қатаң, ұяң, үнді. Қатаң дауыссыз дыбыстар. П, Ф, К, Қ, Т, С, Ш, Ш, Ч, Ц, Х, Х. Ұяң дауыссыз дыбыстар. Б, В, Г, Ғ, Д, З, Ж. Үнді дауыссыз дыбыстар. Р, Л, қысқа И, М, Н, Ң, У. Қатаң дауыссыз дыбыстардан басталатын сөздер. Кітап, қоян, парта, сағат, шана, тақия. Ұяң дауыссыз дыбыстардан басталатын сөздер. Бұлт, доп, жүзім, вагон, зымыран, ғарышкер. Үнді дауыссыз дыбыстардан басталатын сөздер. Май, нан, уық, лақ, раушан. Дәптермен жұмыс. Дәптеріңді дайында. Дәптерге бүгінгі күнді жаз. Қазанның 2-сі үй жұмысы. 4-ші жаттығу 43-ші бет. Жаңылтпашты оқып жатқа жаз. Дауыссыз дыбыстар 3-ке бөлінеді. Қатаң дауыссыздар, ұяң дауыссыздар және үнді дауыссыздар. Осы дауыссыз дыбыстарды дәптеріңе көшіріп жаз. Екінші тапсырма. Немере, шөбере сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Үлгіге назар аудар. Немере сөзі берілген. Н дыбысы дауыссыз үнді, Е дауысты жіңішке. Әрі қарай жалғастырып жаз.